Бұл жай ғана Roblox ойыны емес. Осы ойынды ойнаған қазақстандық бала бір түнде ғайып болды. Roblox'тағы бір карта бар. Оған кірген соң ойын сені жібере ме? Белгісіз. Таңғы 03:17. Серверде тек 2 адам қалды. Бірақ микрофоннан үшінші дауыс естілді. Сәлем, қорқынышты оқиғаларды сүйетін көрермен. Дайын болсаң, біз бастаймыз. жылдың күзі Қазақстанның шағын қаласында тұратын 15 жастағы Айдос Roblox'ты күнде ойнайтын. Ол үшін бұл жай ғана уақыт өткізу ғана еді. Бір күні кешке ол бейтаныс серверге шақыру алды. Сервер атауы өте қарапайым болды. Empty School RP. Картаға кіргенде бәрі тыныш еді. Ұзын дәліздер, сыныптар, жанып сөнген жарық. Серверде бар болғаны 2 ойыншы ғана көрсетіліп тұрды. Айдос және біреу, Teacher 404. Чатта ол ештеңе жазбады, бірақ микрофон қосулы еді. Айдос дәлізбен жүрген кезде құлаққаптан сыбыр естілді. Соңғы қоңыраудан кейін қалдың ба? Дауысы ересек адамдікі, бірақ тым суық. Айдос микрофонды өшірмек болды, өшпеді. Экранда жазулар шықты. Мектеп қоңырауы соғылды. Сол сәтте картада есіктер жабылып, артында қара көлеңке қозғала бастады. Айдос лейф батырмасын басқанда экран қатып қалды. Камера артқа бұрылғанда оның Roblox кейіпкерінің беті жоқ еді. Орнында тек қара қуыс. Teacher 404 дауысы қатты естілді. Сен енді сабақтан шықпайсың. Сол сәтте Айдостың бөлмесіндегі жарық өшіп қалды. Ал құлаққаптан шыққан дыбыс ойыннан емес, бөлменің ішінен естілді. Компьютер өзінен өзі өшті. Келесі күні Айдос мектепке бармады. Оның Roblox аккаунты 03:17-де соңғы рет онлайн болып тұрды. Ал достары кіріп көргенде оның профилінде бір ғана статус қалған. Still in school. Roblox жай ғана ойын сияқты, бірақ кейк серверлерде кім отырғанын ешкім білмейді. Егер түнде жалғыз ойнасан, микрофонды тексер.